Қайырлы түн, қалдарыңыз қалай? Моңғолдың тағамы нан палау. Видеоның соңын үшін көріп, каналыма тіркеліңіздер, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менде мына жерде 600-700 грамм ет. Осы үлкенде алып тұра болдым. Осы шаман үлкендікте жұп-жұқа қалдырып етін осындай көлемдікте, осындай жұқа жалпақ қып турап алдық. 2 пияз қосамыз. Осындай үлкенде турап алдық. Осы етті қуырып нететін алдында негізі нанды илеп, жайып, кептіріп қойса өте тамаша болады. Содан кейін осы ет пісті ау дегенде нанымызды турап кеспей ақ, содан кейін қуырамыз. Содан кейін барып бетіне нанды саламыз. Осыны жақсылап тұрып қуырамыз. Өз суы шығып қуырылады. Жартылай өз суына піседі. Осылайынан жақсылап турап, үстіне 2 пияз салам қазір. Етті жақсылап қуырып алам біріншіден. Содан кейін үстіне пияз салам. Сол кезде жақсы қуырылады. Егер де пиязды бірінші қуырсам, күйіп нетіп кетеді, ет қуырылып неткенше. Сондықтан да етті бірінші қуырып алдым. Видеодағыдай істесеңіздер өте керемет дәмі болады. Су құйып пісіргеннен кейін де тұзының дәмін көреміз. Менде ет тұздалған. Осындай орташада пияз, 2 пияз, 3 пияз тұрадым. 2 пияз деп бұға. 3-4 пияз тұрасаңыздар болады. Өте сочный дәмді болады. Осылай жарты сақиналық тураймыз. Турап болдық. Енді етімізге салып пиязбен қосып тағы бір қуырамыз. 5-10 минуттай. Осылайынан жағатырамыз. Енді нанның елеулі кәдімгідей еттің қамыры не деген егмейміз. 1 чайный ложка тұз, 2 жұмыртқа қосам бір-біріне жабысқанмау үшін. Сұйық май 2-3 столовый ложка. Қамыр сонда бір-біріне еленіп жабысып қалмау үшін сұйық май қосам. Нан
қамыр өте керемет болады. Осында бір кружка құямыз, бір жарым. Сіз ұныңыздың елеуіне байланысты. Мен осылайынан осыған елеп, етімді турағам жаңа осылай сіздер көргендегідей. Мен қуырылып жатыр. Бетіне кубикта тураған картошканы саламын. Суын азырақ құйсаңыз құю керек. Су көп болса езіліп кетеді. Осылайынан су құйып, осы су қайнағаннан кейін тұзын көремін. Тұзы татылмаса ғана саламын. Үйген нанымды бір жаймасын ғана жаям. Бір жайма жетеді. Жаңағы етімізді турамай тұрып, осылай жайып кептіріп алу керек. Соны кепкен кеспе өте керемет болады. Бір-біріне қатты жабыспайды. Осыны жақсылап тұрып, еттің қамырын жайғандай жұқа қылып жайып аламыз. Мен кепті, менде жартылай кепті. Кішкене тағы да тұра тұру керек. Бірақ мен кесіп бастап жатырмын. Осылай ұнды жағып алып, бүктейміз кескендей қылып. Шет-шеттерін дұрыстап өтіп аламыз да, мұны жақсылап осылайынан бүктеп алып, ортасынан бір бөліп, жарты бөлігін қоя тұрып, бірінші жарты бөлігін турап аламын. Осылайынан турап аламын. Осылайынан арасына ашып, осылай турап алғаннан кейін де қоя тұруға болады. Менде жартылай кепті ғой. Тағы да кепті, кішкене кептірілергіңіз келсе, осылайынан турап, жайып қоюға болады. Енді осылайынан пісіп жатқан қазанымызға нанымызды саламыз. Араластырып аламыз бірінші жақсылап. Тұзы аздауапты, бір және ложка тұз салып, тағы кішкене салдым. Жақсылап араластырдық, мен қайнап жатыр менде. Енді үстінен ұнымызды саламыз. Осылайынан жайып саламыз. Салып біткенге бетін жаба тұрамыз.
су құямыз. Мен кішкене тегіс болу керек. Қатты отта қойып қайнатамын. Evet, pісті. Балауымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоның соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше қос сау бола тұрыңыздар. Рахмет.